Merhaba gençler, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Her şey yolunda. Selam dostlar. Жағдайларыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Her şey yolunda. Барлық нәрсе өз орнымен. Bugün ben Türkiye'nin dizilerinde en çok kullanılan kelimeleri söyleyeceğim. Bugün men Türkтердің киносында ең көп қолданылатын, айтылатын сөздерді айтатын боламыз. Бірге талқылайық. Hadi bakalım. Дизи дегеніміз ол біз ішіп жүрген дизи емес, әлбетте дизи деген ол түріктердің киносы, яғни түрік тілінде сериалдарда дизи деп айтады. Олай болса кеттік. Бірінші kelime bakarız. Bakarız бұл көреміз деген сөз. Мысалға, daha belli değil, bakarız. Әлі белгілі емес, bakarız, көреміз. Яғни бізге бір сұрақ қойған кезде көрем, кейін айтам жауабын дейміз ғой. Дәл сол сияқты bakarız деген көреміз, ойланам деген мағынаны береді. Келесі сөзіміз hallederiz. Hallederiz бұл шешеміз, яғни бұл мәселені шешеміз, қарастырамыз деген мағынаны береді. Мысалы, sorun yok, hallederiz. Ешқандай да мәселе жоқ, шешеміз, қарастырамыз. Ал орысша айтатын болсақ, разберемся. Bir daha örnek aynen öyle. Тағы бір мысалымыз aynen öyle. Ол дәл солай деген мағынаны береді. Мысалы, aynen öyle, sana katılıyorum. Дәл солай, сенімен келісемін. Aynen öyle, sana katılıyorum. Fark etmez. Өзің біл, немесе бәрібір деген сөз. Мысалға, біз күйеуімізге звондап, қандай тамақ жасайын деп айтамыз ғой. Сол кезде fark etmez деп айтса болады. Яғни өзің біл, немесе бәрібір. Бәрібір, не жасасаң да болады. Яғни fark etmez деген сөздің мағынасы осылай екен. Келесі түрік киносында көп еститін сөзіміз Аллах aşkına. Немесе Аллах ризасы үшін. Аллах разылығы үшін. Түріктер неге осылай көп айтады білесіз бе? Себебі мұсылмандарда мынандай заң бар. Егерде сізден кімде-кім Аллах разылығы үшін деп сұрайтын болса, сіз сол өтінішті міндетті түрде орындауыңыз керек. Осы қағиданы түріктер қатты ұстанады. Сол үшін де бір нәрсені қатты өтінгенде немесе жалбарыну мағынасында Аллах aşkına деп айтады. Мысал келтірейік. Аллах aşkına oğluna bir şeyler söyle. Мысалы, біреудің ұлы тәртіпсіз болған кезде баласы, сіз барып айтуыңыз мүмкін. Аллах aşkına oğluna bir şeyler söyle. Аллах разылығы үшін ана балаңа бір нәрсе айтшы деп өтінеміз ғой. Сол мағынада. Тағы бір мысал. Аллах aşkına biriniz bana yardım edin. Аллах разылығы үшін біреуіңіз маған көмектесіңізші. Біреуіңіз маған көмектесесіз ба? Жалбарыну мақсатында Аллах aşkına деп қолданылып тұр екен. O zaman arkadaşlar, Аллах aşkına benim kanalıma abone olun. Олай болса достар, Аллах разылығы үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Тағы бір мысал, saçmalama. Saçmalama бұл далбасалама деген сөз, немесе сандырақтама. Мысалы, sus artık, saçmalama. Болды, сөйлеме артық, далбасалама, немесе сандырақтама деп аударсақ болады. Ne olur, lütfen gözlerini aç деп айтып жатады, ya, түрік киноларында. Яғни бұл не oluyor деген сөзден шыққан. Не бұл қазақ тіліндегі не. Oluyor, не болып жатыр, burada, бұл жерде. Не болып қалды, не болып жатыр деген мағынаны береді. Қысқартып айтқанда түріктер негізі ne olur деп айтып жатады. Lütfen, ne olur gözlerini aç. Мысалы, өтінем, не болып жатыр, көздеріңді ашшы деген мағынада. Келесі мысалымыз bir dakika. Bir dakika деп қаттырақ айтпайсыз. Өйткені ол түрік тілінде өте грубый дейді ғой. Қатты естіледі. Негізі түрік тілі жеңіл, жұмсақ тіл болғандықтан, олар көбінде соңғы әріптерді айта бермейді. Мысалы, bir dakika. Бұл 1 минут деген мағынаны береді. Bir dakika, hemen geliyorum. 1 минут, қазір келе жатырмын, жолдамын деп көбінде өтірік айтамыз ғой. Сол сөз bir dakika, hemen geliyorum деген сөз екен. Мысалымыз, bir dakika, anlamadım, açıklar mısın?
1 минут тұра тұршы, түсінбедім, ашығын айтасың ба, açıklar mısın деп сұрасақ болады. Келесі мысалымыз абартма. Абартма әсірелеме деген сөз. Мысалы, қазақ тілінде айтамыз ғой, түйме дейді, түйедей қылмашы, кішкентай нәрсені үлкейтіп айтудың керегі не деген сияқты. Сол, мысалы, түріктер айтады, оф я, абартма, ой, не преувеличивай дейміз, орысшада дәл сол сияқты. Келесі бір мысалымыз умырымда дейіл. Умырымда дейіл мені қызықтырмайды. Мен орысшада меня не волнует. Мысалы, артық оны düşünmüyorum. Умырымда дейіл. Мен енді оны ойламаймын. Мені қызықтырмайды. Яғни, не істесе де ол мені қызықтырмайды. Умырымда дейіл. Түсінікті ме? Келесі мысалымыз кафана такма. Кафана такма басыңды қатырмашы. Кафа бұл бас деген сөз. Такма басыңа алма, яғни басыңды қатырма. Кафана такма, her şey güzel olacak. Басыңды қатырмашы, өзіңді олай әбіржітпеші деген мағынада, her şey güzel olacak. Әр нәрсе жақсы болады. Бәрі жақсы болады. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Benim kanalıma abone olun. Менің каналыма тіркеліңіз. Ағылшын және түрік тілдерін бірге үйренеміз. Өз-өзімізді дамытып, Құдай қаласа биік шыңдарға жете берейік. Келе-келе, хоша қалын. Сабақ ұнап жатса, лайк басыңыз, ұнамаса, дизлайк басыңыз. Комментарийге сұрақтарыңызды жазып, пікір қалдырсаңыз болады.